аманат. Сенің жауың маған дұшпан қас болар. Мына біздің достығымыз секілді, баламызға бір-бірімен дос болады. Менің досым, мен әрке жақтаған. Құрмет қошеметтеріңізбенен мен бүгінгі кешіміздің басты кейіпкерлерін ортаға шақырайын деп тұрмын. Алталаштың басын қоспаса да, екі жақсылардың басын қосқан, ақ дастарханын жайған бүгінгі той иелері Қайрат ағам менен, менің алтындай жеңгем, Жанар жеңгем, ұл қыздар менен, ұрпақтар менен ортаға шақырайын. Тойлары ортада! Жасыл жайлау, көкті кілем, көк кілем, көк кілемде көп аунаймын, көк кілем. Асқар тауын аспанымен таласқан, қазағымнан мәртебе сау деп білем. Қайрат аға, Қайрат мырза, келіңіз. Ал, қымбатты көпшілік 40-ны штат 41-іне де шыдайық, той иелерінің ізгі тілеген тәтті ниетін бір ауыздан ұйыған айрандай жақсы көңіл күйменен, ниетпенен тыңдасақ деп жатқан жайымыз бар. Мен микрофонды бірінші ұлдарына берейін, ұлдар жақсы тілеген ниетін арнасын, одан кейін әкеміз бен анамыз жалғастыр. Аса қамқорлығы мейірімді шапағатты Алланың атымен бастаймын. Адамзаттың асыл тажы пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ассаламға салауат болсын. Баршаңызға ассаламу алейкум. Осы бізге бүгінгі келіп отқан құдалар, қонақтар, көршілер, тағы да басқа ағалар, тәтелер, баршаңызға рахмет айтамын. Баршаңызға той құтты болсын. Және де арнайы осы Бакон жезем және де Назерке тәтем, осы сіздердің тойларыңыз құтты болсын. Осы 3 жыл бойы сіздер жүрдіңіздер, 3 жыл бойы бір-бірлеріңіздің мінездеріңізді көтердіңіздер. Енді осы 3 жыл бойы көтергенден, енді дәлші бір-біріңіздің мінездеріңізді көтереді деп ойлаймын. Ұрыспай, керіспей, бір-біріңізді жақсы көріп, қазір де жақсы көресіздер, қазір қалай жақсы көресіздер, солай бір-біріңізді дәлші жақсы көріп. Бакон жезе менің тәтем өзімнің үйде, біз оған папам, мен, ағам, аян төртемізде ешқашан сөйлемегенбіз, ұрмағанбыз, ұрыспағанбыз. Енді сіздерде солай болады деп ойлаймын. Енді тәтемді қалай бердік, солай дәлші бағалады деп ойлаймыз. Тәтем бізде нәзік жанды қыз, мінезі ауыр, нәзік жанды қыз. Енді оған көнесіздер деп ойлаймын. Көнесіздер деп ойлаймын. Той құтты болсын, ал бұйырсайын. Ассаламу алейкум баршаңызға. Біз алтын уақыттарыңызды бөліп, көңілдеріңізді бөліп, осы әке шешені сыйлап келіп, қонақ болып келіп отқандарыңызға сіздерге мың алғыс. Және де сіздерге де жұғысты болсын, осындай берекелі той. Бакон, Назерке, екеуің бақытты болыңдар. Аман есен күліп ойнап алдымызда жүре беріңдер. Бакон жаңа Нұрасыл айтқандай, шынымен ол Назеркені білесің. Ол бізде, мен лично өзім қолым ұшты тек көрген емес, осы күнге дейін. Осы күнге дейін ерке қыз болып өсті. Енді сізге, саған енді осы қарындасын аманат қылып тапсырам мен енді. Осы қызымды баға аймалап, ойбай, аялап, аялап бақытты болып, жақсы жұп болып жүре беріңдер, бақытты болыңдар. Ассаламу алейкум, Бакон. Қалайсың? Құсың құтты болсын, Бакон. Мен қарындасым Назерке. Үйде қырылысып, не істеп жүрсек те, қазір ұзатып атырып қой. Қимайды екенсің, жаман бөлек екен. Бақытты болыңдар екеуіңде. Аялап, құрметтеп, біздің қызды жақсылап. Қараңыз енді. Құтты болсын. Назерке тәте, Бакон жезде той құтты болсын, өмір жастарыңыз ұзат болсын.
шаңырақ қосқандарыңыз құтты болсын. Бакон жезе осы нәзік тәтемізді сізге бердік, жақсылап, дальше нәзік қылып қарай беріңіз. Той құтты болсын. Осы өмірдегі барша жақсылық тілейміз. Тойдан тойға жете берейік, той құтты болсын. как раз камера шығапты. Не деймін? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бакон жезе тәтешім, сіздерге бақыт тілеймін. Сәлем бердік баршаңызға, жаңа амандасқаным бар, сәлем салғаным бар, салмағаным бар. Шыны керек енді біреумен амандасып, екіншісімен амандаспай жатқан мен танымаймын да, содан кейін солай болып қалып жатыр енді. Енді бүгінгі той иелері ең алдымен менің өзімнің екінші мамам мен папам айтқым келіп тұр. Енді бұлай күштілеп ұзатылу, жақсы барлығы өтуі, прям организация бойынша өту барлығы әрине осы адамдардың кесірінен. Бірінші, бұл адамдар болмаса, уже Назерке мен Баконда болмайды да. Сол себепте бұл кісілерге алғыс. Екінші себепте бұл жақта Бакон мен Назерке бақытты өмір сүріңдер, ешқашан ауырмаңдар. Сосын айтады ғой, бақытты, жаңа айтып жатыр, бақытты қылам деп бар деп. Негізі олай емес, ең басты сен бақытты болсаң, Бакон бақытты да. Екеуің бірге бақытты өмір сүрсеңдер, дальше ата енелерің, құда-құдағы екеуі бірге бақытты өмір сүреді да, былай айтқан кездеші. Сол себепті де екеулерің ең басты бақытты өмір сүріңдер, ешқашан ауырмаңдар, сырқамай, келесі жылы уже бесік тойға келейік. Қазбек, сен бір айт. Бажа, балдыз, бақытты болыңдар. Ой, молодец. Ал құрметті тойшыл қауым, біз бағанан бері бірінші той басталғаннан той бітем дегенше сіздердің ақ тілектеріңізді, ақ лебіздеріңізді шуламай отырып тыңдадық. Енді тура солай біздікінде кішкене тыңдасаңыздар, мен өзім сіңліме жаңағы өзімнің ақылымды немесе кеңесімді айтқым келіп тұр. Назеркай жан, бақытты бол жан, ешқашан мұңайма. Сенің артыңда бір емес 4 бауырың тұрғанын ұмытпа. Сенің артыңда 4 үлкен алып стена тұр. Ешқашан кім ренжітсе де не болса да, сен любой время кез келген уақытта маған келе аласың, звондап айта аласың. Біз екеу ғанамыз. Біз екеу ақпыз. Ұлдар өздері өзара шешіп алады, біз екі ақ қызбыз. Екеуміз бір-бірімізге бауырмал болуымыз керек. Бакон, сен де құлағың алтын сырға, ренжітпе. Бұрын ұрса алмайтын едік, кішінеке дей алмайтын едік, қазір уже официально қайнап келеміз. Уже айта аламыз. Сені мама мен папа жақтап, жақсы көреді. Мен Назеркайды ренжітсең, олай жақтап, жақсы көріп тұра алмаймын. Өзіңде қарындасың бар. Өзіңнің қарындасыңды да біреу ренжітсе, саған да ұнамайды ол. Назеркай, баратын жеріңе бақытты қылам деп емес, бақытты боламын деп бар. Сен бақытты болмасаң, ол семен никогда бақытты болмайды. Бірінші өзің бақытты болуың керек. Алда сені үлкен өмір күтіп тұр. Сол өмірге сынбай, құламай, сынақтарынан құлап қалмай, сынып қалмай өтіп кетсең, одан кейін үлкен, салихалы, инабатты, ибалы отбасылардың бірі боласыңдар. Бақытты бол жаным. Алдымен ассалаумағалейкум баршаңызға, тойға жиналған көпшілік қауым. Мен Назеркенің айтсам болады, туған ағасы болмаса, туғандай болып кеткен ағасымын, есім Ақжол болады. Қайрат көке, Жанар әпке мен екінші анамдай, екінші әкемдей.
Насконтай Бакон, бүгінгі шаңырақ көтеріп атқан отауларың биік болсын, керегелерің кең болсын. Енді құрметті құдағи, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құдай қаласа, осы құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Назерке қарындасым, саған тектілерім алдағы үлкен өмірге, өзің алдағы нық мақсаттарыңмен Бакон екеуің бірге қол ұстасып жетуіңе тілектеспін. Құдай қаласа, осы көпшілік жиналған қауыммен келесі жылы бесік той шілдехана келе берейік. Тойға ұласын, және сөзің тобықтай түйіні, барлық сөзді айтамыз енді. Тастай батып, судайсың дейміз. Қыздың тастай батып, судай сіңіп кетуіне, барған жеріне барған кездегі толқындардың, ашылу толқындардың әсері. Яғни қалай айтсақ болады, келген тасты ашылу толқындар ұра берсе, ол жағаға шығып кетеді. Ал егер сол әдемі теңізде сол тасты маржанның тасындай қып, өзіне сіңіріп ап, жақсы болып кетуіне сол теңіз байланысты деп ойлаймын, барған жері байланысты. Сол үшін шаңырақтарың биік, тек қана қуанышқа толы болсын. Тағы да рахмет. Ал бәрекелді, ассалаумағалейкум, тағы да ардақты ағайын, қадірменді жақсылар, құрметті тойшыл қауым, құрметті жаңа құдалар, санаулы сәттерден кейін табалдырықтарыңызды аттағалы тұрған жаңа келіндеріңіз құтты болсын. Мен енді бұл әулетке аз уақытта араласып, аз уақытта туысымдай болып кетсе де, Назерке өзімнің туған қарындасымнан артық десем, артық айтқаным емес. Назерке, сен ең ақылды қызсың. Әкең мен анаңды қалай құрметтеп, бауырларыңмен қалай сыйлас болсаң, күйеу баланың әулетін сол сыйластығыңды әрі қарай жалғастыратыныңа сенем. Кез келген уақытта қыз баласының айта алмайтын дүниесі болады. Сенің жаныңда сырласың анаң және бірге туған бауырың бар. Осы әулетке өзіңнің өсіп өнген жеріңе ешқашан жалғыз келме. Күйеу баламен бірге келіп, дастарханында бірге ас ішіп, тек бақытты болып, өмірлерің тек жақсылықпен құрала берсін. Бүгін ағам мен жеңгемді сыйлап келген баршаларыңызға үлкен алғыс білдіріп, басым дейім, той құтты болсын. Міне, Аллаға сансыз шүкір, Назеркеміздің аға бауырлары жақсы тілегін ниетін арнады. Енді бүгінгі тойымыздың басты кейіпкерлерінің әкесі мен анасы Алталаштың басын қоспаса да екі жақсының жанын жайсанын қосқан, сіздердің алдарыңызда тікесінен тік тұрып ұйыған айрандай сіздердің ниеттіліктеріңізді тыңдады. Сол себептен де той иесі Қайрат ағам менен Жанардай жеңгемнің жақсы тілегін, тәтті ниетін айтатын алғысын, бір ауыз сөзін тып-тыныш отырып тыңдасақ деп жатқан жайымыз бар. Қазақтың қатты шығатын даусынан Қытайдың сықырлаған пакет қатшық келіп жүрмесін. Пакет жарсын қоя тұрыңыздаршы. Дастарханның бетіндегі 5-6 акарачка менен 5-6 алматын ешкім алып кетпейді. Өзіміз алып кетеміз. Сәл сабыр сақтайық, той иесінің жақсы тілегін ниетін тыңдайық. Қайрат аға, келіңіз. Рахмет. Ал тойға келген тойшығым, достарым, құдаларым, бауырларым, жекжаттарым. Той сіздерге де жұғысты болсын. Қызым Назерке Бекарысеге бақытты болсын. Елі заманты болсын. Бекарыс. Қызым Назерке барған жерінде судайсың, тастай батсын. Сол үйдің мен деген бетке тұтар келіні болсын. Барған жерінде қызым мықты болуға тырыс. Сол жанұяның туын тұтуға тырыс. Мен саған айттым ғой, менен кеткен қыз, қызым білесің ғой.
осы жерде отырған барша қауымға, құдаларыма, ескі құдаларыма барлықтарына рахмет айтамын. Ал жаңа құдалар, Перизат құдағи, Самат құдан бастаған құдалар, қош келдіңіздер. Той сіздердің көңілдеріңізден шыққан шығар деп ойлаймын. Кеміс кетігі болса ренжімейсіздер. Мына салып жатқан алтын көпіріміз 1000 жылдық болсын. Мына қосылып жатқан 2 жас. Айттым ғой өткенде, құдалықта да айтып жатырмын. Баконтиді өзім баламдай жақсы көремін. Үлкен күйеу баламды қалай жақсы көрсем, Баконтиді да солай жақсы көремін. Менің жалпы өзімнің характерім, менің үйіме кірді ма, ол уже менің балам Перизат құдағи. Мен оны өзімнің баламдай көремін уже. Ол менің келін де емес, ол маған күйеу бала да емес. Ол менің өзімнің балам уже. Себебі ол менің қызымның таңдаған жартысы. Келін ол менің ұлымның таңдаған жартысы. Ұлымның жүрегінің жартысы, қызымның жүрегінің жартысы. Ол мен сыйлаймын всегда, олардың таңдауын сыйлаймын. Қызымның, баламның жүрегімнің жартысы, ол менің де жүрегімнің жартысы уже. Менің де бауыр етім болып саналады. Баконти, тыңдап тұрсың ба? Кешегде де айтып жатырмын, төрге шыққандарыңыз құтты болсын деп. Именно біздің әулеттің, қаражондардың, нәдірлердің төріне шыққандарыңыз тағы да құтты болсын, құдағилар. Сіздермен құдалық болып жатыр міне. Бүгін міне ұзату болып жатыр. Өте жақсы өтіп жатыр деп ойлаймын енді өзім, құдалықты да, ұзатуды да. Ертең сіздердің тойда да осылай ат салысып, сіздер бүгін қалай көңілді, күшті отырдыңыздар, бізде ертең солай сіздерге барамыз, бұйырса. Солай көңілді отырамыз, толқып тұрмыншы. Бәрі ойдағыдай жақсы өтеді деп сенімдімін сіздер жақтан да. Қуаныштымын сіздермен құда болып жатқаныма. Бір ауылдан болғаннан кейін естімейді емес, естиміз. Өте қуаныштымын сіздермен құда болып жатқаныма. Баконтидей күйеу баламның саны қосылып жатқанына, отбасының санына, бір адамның қосылып жатқанына, осындай Баконтидей күйеу бала болса, осындай Баконтидей болсын. Бір қолдарыңыз шоқ қойыңыздаршы. Менің күйеу балама, менің балама. Мына алыстан кеп атқан, Ақтаудан кеп атқан ақтаулықтар, рахмет сіздерге. Сонша жерден ат терлетіп, әулие аралап келіп жатқан ақтаулықтар, рахмет сіздерге. Көп, ең алыстан кеп атқан осы кісілер Ақтаудан кеп атқан. Одан мына мен Төркінім бар, Шымкенттен, Шардарадан кеп атқандарға өте үлкен рахметімді айтамын. Құдағиларым отыр мына жерде, ескі құдағиларым бәріне рахмет айтамын. Шымкенттен кеп атқан қонақтарым бар, жаңа Ақтөбеден кеп атқан қонақтарым бар. Барлықтарыңызға, осындай уақыттарыңызды бөліп келіп жатқандарыңызға үлкен рахметім бар. Мына кеше құдалықтан бастап, мына көршілерім бар, класстастары бар, достарымыз. Бәрі қайраттың нағашылары бар бұл жерде, тағы да Шеркештер әулеті. Сіздерге де үлкен рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп келіп жатқандарыңызға. Мына кешеден бері жаңа құдалықта ат салысып, менің жаңағы шашпауымды көтеріп жүрген осында біраз адамдар бар. Барлықтарыңызға рахмет. Мына жерде ұжымдастар, қайраттың достары бар, класстастар, барлықтарыңыз, көршілер, Назерке қызымның класстастары, інілері, бауырлары, осы жерде барлықтарыңызға үлкен рахметімді айтамын. Осындай той сіздерге де жұғысты болсын. Ең төмен деген, жаман деген тойларыңыз, жаман деген күндеріңіз осындай болсын. Бұдан да күшті, керемет болсын деймін барлықтарыңызға. Қызым ұрысып айтып атсың деп маған ренжітті. Ұрысып емес, мен толқып тұрмын просто. Дауысым қатты шығып атқан шығар. Ендігі кезекте айтарым,
Баконти, нәжекайым менің, екеуіңе осы өмірдегі бүткіл жақсылық тілеймін. Еркетай қызым менің. Үйімде ең еркем осы қыз, әкесінің сүйікті қызы. Қызым, барған жеріңе тастай батып судайсың. Кеше құдалықта да айттым, мен ажымдар елінен тек қана алғыс күтемін, қызым. Маған тек қана алғысын жіберші, қызым. Осы елден құдағи осындай қыз тәрбиелегеніңізге, осындай инабатты, ибалы, пысық қыз тәрбиелегеніңізге рахмет деген тек қана алғыстар күтемін ол жақтан. Ақылды бол, қызым. Өзіңнің таңдаған жарың ешкім саған таңдап берген жоқ. Сол үшін де әрқашан жарыңды сыйлай бер. Бір саты төмен тұр жарыңнан. Үйдегі еркелігің үйде енді сенің. Барған жеріңнің топырағы құнарлы болсын деймін. Сол елге сіңіп кет, қызым. Тастай батып судай сіңу үшін ол жердің топырағы құнарлы болу керек. Саған сол жердің құнарлы топырағын тілеймін. Тек қана бақыт тілеймін, қызым. Баконти, қызым саған аманат. Аманатына қиянат келтірмейсің деп ойлаймын. Ол саған Алланың аманаты, және де менің аманатым. Мен сені білем, махаббатыңның қандай керемет, күшті екенін де білемін. Осы махаббатың мәңгілік болсыншы. Никогда, ешқашан екеуің бір-біріңе махаббаттарың өзгермесінші. Өздерің бір-бірлеріңді таңдадыңдар. Біз таңдап қосқан жоқпыз. Сенің Перизат құда мен Самат құда таңдап қосқан жоқ. Екеуің бір-бірлеріңді таңдадыңдар. Екеуің бір-бірлеріңнің таңдауыңды сыйлаңдар всегда. Біз сендердің таңдауларыңды сыйлап тұрмыз. Сол үшін өздерің таңдауларыңды өздерің сыйлап біліңдер. Алдарыңнан шыққан қиыншылықтың бәрінен көніп, сол қиыншылықты жеңе біліңдер. Баконти, мен саған сенемін. Барлық нәрседен менің қызыма қанат болатыныңа, менің қызымды любой қандай болмасын қиыншылықтан, любой жерден алып шығатыныңа мен саған сенемін. Сол сенімімді балам ақтай білші. Ал құдалар, сіздерге қызым аманат ал, соңғы сөзім. Той үйлеріне алған соқпаңыздар шататайын. Расында айтылмаған тілектер, айтылмаған ниеттер бұл кісілерде өте көп. Жүрегінің түбінде толқығаннан кейін шығара алмай тұрғанда сөзсіз оны баршамыз ұғып та көріп те тұрған жайымыз бар. Ал ардақты ағайын, қымбатты көпшілік, жақсылар мен жайсаңдар, алдарыңызға той бастарды үйлестіріп жатыр. Тойлары, рахмет, дастархан басына жайғасыңыздар. Біз енді жол мұраты кету, қыз мұраты жету деген қазақта аталы сөз бар. Сол себептен қызымызды өз уақытымызды сарапқа салмай, ертелі күнді кеш қылмай, қызымызды өзінің аяулы ұясына қондырғанды жөн санаймыз. Сіздердің алдарыңызда бағанадан бері өнер көрсетіп жатқан шоу-балет, бишілер ансамблі және де камера жігіттер, ертең сіздерді көгілдір экранға шығарып, теледидарға шығаратын камерадағы біздің оператор жігіттерімен және де тамақ беріп, қарындарыңызды тойдырған, сусын беріп, шөлдеріңізді қандырған Гранттау мейрамханасының ұжымы және де сіздерге музыкасын қосып, әндерін әндеп, биін билетіп жатқан Сәкен мырза және де бір емес қос тамада басқарайық деген ниетпенен сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Еламан Батыр асаболдарыңыз және де мен Төлепберген Диас. Тойларыңыз құтты болсын. Рахмет. Ал қымбатты біздің жаңа құдалар, өздеріңізді босағаға шақырайын. Біздің аяулы қызымызды, өздеріңіздің қыздарыңызды қолдан ұзатып, өздеріңіздің ұяларыңызға алып кетулеріңізге рұқсат. Келіңіздер, жаңа құдалар, өздеріңізді босағаға шақырайын. Сіздердің аяулы қыздарыңызды төмен қарай шақырып, біздің шоу-балет сәулет ансамблінің мың бұралған биші қыздарыменен қыздарыңызды ұзатып шығарып салғанды жөн санаймыз. Келіңіздер, жаңа құдалар, өздеріңізді босағаға шақырамыз.
Ардақты ағайын, қымбатты көпшілік, екі жаққа тізбектеліп тұра қалсаңыздар болады. Мен ортаға шоу балет. Бәрекелді, көп рахмет. Тамаша. Құрметті қауым, құрметті қадірлі қонақтар, ағайын туыс, бауыр, мінеки, бүгінгі дүбірлі қуанышымыз өз мәресіне жетті қызымыз қонатын тұғырын тапқан екен. Олай болса қазағымыздың қасиетті, сонау ежелгі заманнан бері келе жатқан, осы күнге дейін өз құндылығын жоймаған салт дәстүрлерімізді рұқсат етсеңіздер, жаңғыртсақ, қазағымызды, қасиетті қазағымыздың салтына сай аялап мәпелеп өсірген қызымызды жаңа құдаларға аманаттасақ деген ниетіміз бар. Қанекей баршамыз назарымызды ортаға бұрып, оң жақ, сол жақ болып тұра қалайықшы. Аға, әпкелер, бүгінгі дүбірлі қуанышымыздың ең маңызды сәтінің біріне келіп жеттік. Енді рұқсат болса, қызымыздың жолын бөгемей, барған жерінде бақытты болса енді ниет етіп, қазағымыздың рәсімдеріне кезекті берсек, я? Оң жақ сәл кеңірек ашылып тұрайықшы. Оң жақ, сол жақ кеңірек, я? Қызымызды жылатпайық. Барған жерінде тек қана күліп жүрсін деп жолын бөгемейік, қадірлі ағайын. Рұқсат етсеңіздер, назарларыңыз ортада болсын. Ағалар, әпкелер, келіңіздер жақынырақ, ортаға назарымызды бұрайықшы. Назерке қызымыздың ең маңызды сәті, бүгінгі дүбірлі қуанышымыздың ең маңызды сәтіне кезекті берсек. Аман болсын жан-жарың қасыңдағы, осы болар бағыңның ашылғаны. Ата, баба, ел жұрттың аманаты, ерке қыз сәукеле ғой басыңдағы деп бүгінде Назерке қызымызды осы күнге дейін қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, мәпелеп, аялап өсірген анамызды рұқсат болса ортамызға шақыртсақ, я? Келіңіз. Қазағымызда мінекей анамыз. Назерке қызымыздың анасы, я? Ортаға келсеңіз, қызымыздың жолын бөгемей, қадірлі ағайын, жылатпайық. Өтінішім бар, я? Ортаны кеңірек ашайықшы, құрметті көпшілік. Кеңірек тұрайық, я? Оң жақ, сол жақ ашылып, кеңірек баршамыз тек қана қызымызға жақсылық деп, бақыт деп, жыламай, күлімдеп шығарып салсақ деген ниетіміз бар, я? Рұқсат болса, мінеки аяулы анамыз ортамызда, барған жерінде қызыңыз бақытты болсын, жүзі жарқын, жылы болсын, тек қана жолы ашық болсын дегенді ниет етіп, арнайы мінеки сәукелесін өзіңіз өз қолыңызбен кигізетін боласыз, я? Сәл сабырлық танытайық, тыныштық танытайық, қадірлі ағайын, я? Ал кеттік. Бәріңнің жан аяулы бір анаң бар. Перзент боп ақтамасаң ана сүтін, жер басып жүрмей-ақ қой, ей адамдар. Анамның ақ жаулығы әппақ, айналдым пейіліңнен қардан әппақ. Анашым ақ батаңның арқасында, басымда тұрады әркез бақ қонақта. Шықсам да қиял жетпес қияға бір, ойыңа жақсылығын жиялы жүр. Зар болып жан анасын бір көруде, аз бекен мұңайған қыз жылағаны. Анамның ақ жаулығы әппақ, айналдым пейіліңнен қардан әппақ. Анашым ақ батаңның арқасында, басымда тұрады әркез
рахмет. Керемет. Ерлігің ерең атана, атана барда жан ізгі. Барсаңда Меккеге арқалап өтелмес атана. Парызы деп неке ана жүрегі қашанда өз перзенті үшін уайымдайды. Енді мінеке қызыңыз барған жерінде жыламасын. Сондықтан қадірліған Назерке қызымыздың өзінің өтініші сұрау бойынша қызымызды жылатпайықшы, жылатпайық. Жолын бөгемейік. Қазақта жақсы сөз бар ғой мінеке. Барған жерінде тек қана күлімдеп жүзі жылы болсын. Тек қана барғанда, қонаққа барғанда баршаңызды тек қана күлімдеп қарсы алсын. Мінеке, барған жеріңізде тек қана бақытты болып, осы барар әулетіңіздің абыройлы дана ана келіні болыңыз. Енді қадірлі ағайын, ең бүгінгі дүбірлі қуанышымыздың ең мәңізді саты, рұқсат болса ортамызды кеңірек ашайық. Қазағымыздың қасиетті салтына сай мінеки бүгінде Назерке қызымыздың ақ жолын осындағы барша тұрмыс құрмаған, бой жеткен құрбыларына, сіңілеріне жұғысты болсын дегенді ниет етіп, үкі тарату рәсімін рұқсат болса жаңғыртайықшы. Қазақ деген жалпы ырымшыл халықпыз ғой. Келіңіздер, құрбылары, әпкелері, сіңілері бар ма екен, тұрмыс құрмаған, бой жеткен қызымыздың жол сіздерге бұйырсын. Дәл осындай ұзату той баршаңызға жұғысты болсын. Сіздер де үлкен әулетке келін болыңыздар, бақытты болыңыздар дегенді ниет етіп, неке Назерке қызымыздың өз қолынан үкі тақсаңыздар деген ниет бізде. Той қуанышы құтты болсын. Үкілі камшат, бүрмелі көйлек, тұрғандай өзі қимылсыз бейне, иықтан шашы төгіліп жерге, күмісті шашпау жарасып белге, иықтан шашы төгіліп жерге, күмісті шашпау жарасып белге. Рахмет. Келіңіздер, қыздар. Жұғысты болсын, той баршаңызға жұғысты болсын. Тамаша, қызымыздың жолы сіздерге бұйырсын. Мінеке, сіздер де үлкен әулетке келін болыңыздар, бақытты болыңыздар деген ниет білдіреміз. Еркедің бой жеттің ме сенде қарғым, таң қабыл болсыншы елден алған. Дәл бүгін сен арусың төрге барған, дәл бүгін сен аққусың көлге қонған. Алтыным, енді сенде анаңдайсың, ойлайсың өз ұлтыңа алаңдайсың. Енді ылғида ерке боп қала алмайсың, енді ылғида төркінге бара алмайсың. Екі ауылды өзіңе ортақ сана, жолың болсын артыңа жалтақтама. Тастай батып судайсың барған жерде, топырыласын төріңде. Бір топ бала деп қадырғайын жаңбыр менен жер көгерер, бата менен ел көгерер деп арнайы Назерке қызымыздың ақ жолына әулет үлкендерінен иләхеумен деп ақ бата сұрасақ. Келіңіздер, асқартап әкелер, әжелері, ақ жаулықты аналарымыз. Иләхеумен деп қол жая қадырғайын. Ал Назерке, айналайын, жолың ақ болсын, барған жеріңде мәртебең белент болсын, бақытты болғайсың Құдайым, үбірлі шүбірлі болып, берекелі отбасы болғайсың, жолың болсын, айналайын, бақытты бол. Барған жеріңе тастай батып судайсың, қадірлі бол, сыйластықты бол. Ешкім сыйламасаң да күйеуіңнің ағайын туыстарын сыйла, басқа ешкім сыйламасаң да. Айналайын, менің саған айтатын ақылым сол. Сонда жақсы, бақытты отбасы боласың, ұл қыздарың да бақытты болады. Амин.
Аумин. Неке ақ жаулықта әжелеріміздің дұға тілек ниеті қабыл болсын. Жолын берсін, иә. Енді батаның артықшылығы болмайды, олай болса, неке Асқартау әкемізден арнайы қызымызға деген батасы болса, иә. Тағы да Илья Кәумен деп қол жайық. Қадірлі қайын. Иә, рұқсат болса, ресторан администрациясына сәл тыныштық, сабырлық танытайықшы, иә. Илья Кәумен, қызым Назы еркем, барарыңда ақ болсын, барған жерінде ақ болсын. Барған жерінде судайсың тастай бат қызым. Еріңді ер қылып сыйла, қайнатаңды әке қылып сыйла, қайненеңді ене қылып емес шеше қылып сыйла. Сол үйдің сол отбасының қызы бол, сол үйге сіңісіп кету нәсіп етсін саған. Алтыным, жарым, жолың болсын. Аумин, Аллаху акбар, ақ жол. Аумин. Екенді қадірлеген қызымыздың жолын бөгемейік. Иә, Назерке қызымыздың сұрауы бойынша ақ жолды баспайық, қызымызды жылатпайық. Сол жақ, оң жақ, кеңірек ашылып тұрған шия рұқсат болса. Қызымызды тек қана күлімдеп, барған жерінде жүзі жадырап жүрсін деген ниетпен, әсем сыңсуәнімізбенен қазағымыздың қасиетті салттасай, аманаттайық. Жанымды ереткен құлақта тұр әлі үнің. Жаратқан сыйлаған ешкімге қимаған гүлің. Бағыңнан қашпайсың, жаңа өмір бастайсың бүгін. Басыңа бақ құсы қонсын, айналаң жақсыға толсын. Жаратқан сыйлаған жанымның бөлшегі, бақытың баянды болсын. Жанымды қимасты қинай, сыздайды ішіме сыймай. Қош енді қошаман жар болсын жасаған, қолымды бұлғаймын қимай. Сен енді өзгейдің алтыным шырқайсың әнін. Отбасың байлығың, отбасың өмірдің мәні. Жамандық жат болсын, әрдайым ақ болсын жүзің. Артыңа қарама, бағыңды бағала қызым. Басыңа бақ құсы қонсын, айналаң жақсыға толсын. Жаратқан сыйлаған жанымның бөлшегі, бақытың баянды болсын. Жанымды қимасты қинай, сыздайды ішіме сыймай. Қош енді қошаман жар болсын жасаған, қолымды бұлғаймын қимай. Қыздарыңыз бақытты болсын, жолын сауыңыздар, бақытты болыңыздар, тойғаншы құтты болсын. Алақаннан ұшқан аққуым, барасың ұзап шалғайға. Қанатың қалқам талмай ма, жазылған тағдыр маңдайға. Қанатың қалқам талмай ма, жазылған тағдыр маңдайға. Еркінде өскен шырағым, желкілдеп өскен құрағым. Әкеңнің бармау арманау, табылса теңің сыңарың. Әкеңнің бармау арманау.
Beni de öpürüm artık.